Сәлем достар, сіздермен осындай күшті жұмсақ үлпілдек болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөліскім келеді. Күшті болып шығады, той жиындарға жасасаңыздар, туған күн, той топырларға күшті болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге апара жасау үшін 5 грамм дрожь керек болады. 25 грамм су құямыз да, үстіне 35 грамм шекеріміз саламыз. Жақсылап бұлғап 5-10 минутке қоя тұрамыз. Сол кезде біздің дрожжымыз күшті болып көтеріледі. Осылай жақсылап бұлғап алыңыздар. Түйірі қалмау керек. 200 грамм жылы су, 200 грамм жылы сүтімізге апарамызды құямыз. Дайын болған. 1 шай қасық тұз саламыз. 35 грамм майонез саламыз. Бөлме температурасындағы тұрған сары май саламыз 35 грамм. 1 жұмыртқа керек болады. Осылай қолымызбен бұлғап аламыз. Жақсылап. Алдын ала електен өткізілген 750 грамм ұнымыз саламыз. Елейміз жақсылап. Біздің қамырымыз кішкене жұмсақтау болды. Бірден толтырып ұн салып жүрмеңіздер. Өйткені тығыз болып, көп ұн болып кетсе де қаттылау болып шығады. Қолыма шамалы 50 граммдай ұн септім де, осылай қайтадан бір елеп алдым. Екінші рет тағы қолыма осылай ұн алдым да, тағы да бір елеп шықтым. Өйткені жабысқақтау болды. Бізде қамырымыз көтертуге жібереміз. Негізі 1 килограмм ұннан жасай берсеңіздер болады. Біздің қамырымыз көтерілді. Осында 3 бөлікке бөліп алдым. Мен тек жарты порциядан жасадым. Осылай кез келген дөңгелек формаңыз болса дөңгелете бересіздер, сол кезде әдемі болады. Тағы да 20 минут көтертесіз, сол кезде үлпілдеп күшті домалақ болып шығады. Мен осында 20 минутке қоя тұрдым. Алдын ала қыздырып қоямыз. Майымызды жай отта пісіресіздер. Қатты отқа қойсаңыздар, қамырымыз резинка сияқты болып шығады, созылып. Осылай жаймен де пісіре бересіздер. Көріп тұрғандарыңыздай күшті домаланып пісті бізде. Жасап көріңіздер, күшті болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Ас болсын.